Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша шылаулар мен шылау тұлғалас қосымшалардың жазылуы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 126-шы сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Дескрипторы. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырамыз. Мәтіннің мазмұнына сүйеніп, тірек сөздер мен эссе жазамыз. Шылаудың жазылуын білеміз. Ендеше тақырыбымызға байланысты бейне жазбаны тамашалауға ұсынамын. Аға, үйрек пен аққу не істеп жүр? Үйрек те, аққу да балық аулап жүр. Аға, үйрек пен аққу дегенде, пенді бірге жазамын ба, бөлек жазамын ба? Дана, егер сен мен, бен, пенді қалай жазарыңды білмесең, оларды және сөзімен ауыстырып көр. Егер ауыстырғанда ештеңе де өзгермесе, онда ол шылау, бөлек жазылады. Ал сөздер байланыспай қалса, ол қосымша болады да бірге жазылады. Үйрек балықпен қоректенеді. Мен түлкі мен тырна деген ертегіні білемін. Түлкі және тырна. Бөлек жазылады, демек шылау екен. Суды құмырамен берді. Құмыра және берді деуге болмайды екен. Демек бұл қосымша, бірге жазылады. Иә, дұрыс айтасың. Ал сен басқа бірдей дыбысталатын шылаулар мен қосымшаларды ажырата аласың ба? Да, де, та, те тіркескен сөздерге кімде, неде, қайда деген сұрақтар қойып тексеруге болады. Осы сұрақтардың біріне жауап берсе, онда бұлар қосымша болады, демек бірге жазылады. Мысалы, аққу көлде жүзіп жүр. Түлкі торда тұр. Бүркіт таста отыр. Егер сөздер ол сұрақтарға жауап бермесе, онда олар шылаулар болады да бөлек жазылады. Мысалы, пілде, су сиыр да, ірі жануарлар. Кімде, неде, қайда? Ешқайсы келмейді екен. Сондықтан бұлар шылау, бөлек жазылады. Маме, бабе, папеге келсек, олардың қосымша немесе шылау екенін ажырату тіпті оңай. Сөйлем сұрау мағынасында болса, ол шылау деген сөз. Бөлек жазылады. Дана, сен қоянды ұнатасың ба? Иә, ол секімді. Ал сұрау мағынасында болмаса, онда ол қосымша, бірге жазылады. Мысалы, аққуды атпа. Ол киелі қыз.
Аққу өте әдемі әрі нәзік құс екен. Міне, қараңыз, суретінде салдым. Мінекей балалар, мына бейнежазбадан біз тақырыбымызға байланысты көптеген мәліметтерді тыңдадық. Ендеше оқулығымыздың 117 бетіндегі 33 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқып, шылауларды тап. Гүлдер өссе далада, қуанады балара. Күлімдейді анада, шаттанады балада. Омар ташы сақ тұрар, түнді қойып күндізде. Гүлден шығар тәтті бал, еш қашанда гүлді үзбе. Ендеше қарамен жазылған сөздердің қай септікте тұрғанын айт. Олардың жазылуын шылаулармен салыстыр. Түрліше жазылуының себебін түсіндір. Есіңде сақта. Қосымша сөзбен бірге жазылады. Шылау бөлек жазылады. Мысалы, бүгін барма, қаламың барма. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы оқулықтың 117 бетіндегі 32 жаттығу. Оқыған мәтін бойынша тірек сөздерді пайдаланып, мәңгілік ел болашағы тақырыбындағы эссе жаз. Тірек сөздер: мәңгілік ел, ата-баба арманы, болу, мұратымыз, аға ұрпақ өкілдері, күш, бірлікте, тіл, салт дәстүр, кейінгі буын, сақтау, болашақта. Осы тірек сөздерді пайдаланып, эссе жазамыз. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.